Сәлем балар, математика сабағынан 96-шы сабақ өрнектер мен теңдеулер тақырыбын өтеміз. Бүгін теңдеулерді шешесіңдер, өрнектердің мәнін табатын боласыңдар. Жарайсыңдар, олай болса сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр. Балалар, суреттен нені көріп тұрмыз? Суреттен жайлауды көріп тұрмыз. Және құлындар мен қозыларды көріп тұрмыз, балар. Құлындар нешеу барлығы? Барлығы 5. Қоңыр құлын 3 екен. Ал сұр түсті 2 екен, жарайсыңдар. Ал қозының барлығы нешеу? 4 екен. 2 қоңыр, 2 ақ түсті екен, жарайсыңдар балар. Олай болса, теңдіктер мен теңсіздіктерді құрастырайық. 2 қозыға 2 қозыны қосқан едік. Барлығы 4 болды екен балар. Ал 3 қоңыр құлынға 2 сұр құлынды қосқан еді, 5 болды балар. 4 кем бе, әлде 5 кем бе? Қайсы кем? Жарайсыңдар. 5 саны бізде артық екен. Ал 4 5-тен қарағанда кем екен. Жарайсыңдар. Келесі теңсіздікте балар 5 құлыннан азайтамыз 3 қоңыр құлынды. Келесі 4 қозыдан азайтамыз 0 қозыны. Сонда балалар, есептекші, 5-тен 3-тің айырмасы нешеге тең? 2-ге тең, жарайсыңдар. 4-тің 0-ге айырмасы нешеге тең? 4-ге тең, жарайсыңдар. Ал енді балалар, 2 артық па, әлде 4 артық па? Қайсы артық? 4 артық. Жарайсыңдар балалар. Біз теңсіздік құрастырдық. Енді балалар, теңдік құрастырайық балалар. Енді теңдікті біз жайлаудағы гүлдерге қарай отырып құрастырайық. Олай болса балалар, бірінші бізде 4 сары гүл және 3 алқызыл гүл бар екен, балалар. Және 3 қызыл гүл және 5 сары гүл бар екен. Осы гүлдерді пайдалана отырып біз теңдік құрастырамыз. 5 қосылған 3, яғни 5 сары гүлге 3 қызыл гүлді қосындысын есептейміз. 5, 3 қосылған 5-ке. Балалар, есептекші. Тең болды ма? Тең болды. Балалар, есімізге түсірейік. Қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. 5-тің 3-ке қосындысы да 8 шығады, 3-тің 5-ке қосындысы да 8 шығады екен, жарайсыңдар. Келесі балалар бізде 7 гүлден 4 гүлдің айырмасы бізде 3-ке тең екен, балалар. 8-дің 5-ке айырмасы бізде 3-ке тең. Ал 3-ке не болады екен, балалар? Теңдік болады екен, жарайсыңдар. Келесі есепте әріпті өрнектер жаз делінген. А тең бізде 20-ға тең. Қосындының мәнін тап делінген. Қосылғыш 20-ға тең, қосылғыш А-ға тең. Қосындының мәнін есептейміз. Яғни А-мыз 20-ға тең болса, қосылғышымыз 20 болса, 20-ның 20-ға қосындысы бізде балар 40-ға тең болады екен. 20-ның 50-ге қосындысы бізде 70-ге тең болады. Ал 40-тың 20-ға қосындысы балалар бізде 60-ға тең болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі есепте балалар бізде теңдеулерді шештелген. 20 қосылған x тең 60-ға тең, 80 азайтылған x тең 30-ға тең. Енді балалар, бұл жерде біз белгісіз санды анықтайық. 20 қосылған x тең 60, x-тің мәні бізде балалар 60-тан 20-ның азайтындысын есептейміз. X тең бізде 40-ға тең. 20-ның 40-ға қосындысы балалар бізде 60-ға тең, 60 тең 60. Жарайсыңдар. Келесі есепте балалар бізде 80 азайтылған x тең 30. Балалар, біз бұл жерде азайғышымыз 80, біз азайтқышты анықтауымыз керек. X тең 80 азайтылған 30, x бізде 50-ге тең. 80-нің 50-ге айырмасының мәні 30. 30 тең 30. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, 4-ші есепке қарайық. Сырым бір сан ойлады. Оны 60-ға кеміткенде 60 саны шықты. Сырым қандай сан ойлады? Өзің осыған ұқсас есеп құрастыр.
Бұлай баста мен бір сан ойладым. Балалар, біз бір санды ойладық, яғни белгісіз санды ойладық. Одан біз 40-ты кеміттік, яғни 40-ты азайттық. Мәні бізде 60-ға тең. Біз сырымның қандай сан ойлаған табуымыз керек? X тең 60 қосылған 40. X бізде 100-ге тең болады. Жарайсыңдар, сонда бізде балалар сырым 100 санын ойлаған екен. Балалар, енді осы есепке ұқсас есептер құрастырақ. Мен бір сан ойладым. Оны 20-ға арттырғанда 40 шықты. Мен қандай сан ойладым? X қосылған 20 тең 40. X тең 40-тан біз нені азайтамыз? 20-ны азайтамыз. Сонда балалар, мен қандай сан ойлаппын? 20 сан ойлаппын. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі есепке қарайық. Келесі есепте бізде балалар балық аулауға барды. Сырымның қармағы Дәулеттікіне қарағанда ұзын, бірақ Нұрландікіне қарағанда қысқа, қармақтары кесінділермен белгіленген. Кімнің қармағы ең ұзын? Балалар, Нұрланның қармағы ұзын, сырымның қармағы орташа екен, е? Ал Дәулеттікі қысқа екен балалар. Жарайсыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаған болатын болса, комментарий жазып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.